Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта үздік IT ұстаз турнирі сәуір қорытынды негізгі кезеңінің есептерін шығару жалғастырамыз. С есебіне келіп едік. Бермуд үш бұрышы деген. Бұл жерде үш қаланың координаталары беріледі. Солардың центрін табу керек, және центрінен үш қалаға дейінгі ең аз, ең кіші арақашықтықты табу қажет екен. Берілгендерді оқып аламыз. Центрді табу қажет деген. Центр ол үшбұрыш медианаларының қиылысу нүктесі болады. Оның координаталары сол үшеуінің қосындысының орта арифметикалық мәні болады екен. Оны табу үшін үш координатасын қосып, x-терін абсциссаларын қосамыз, үшке бөліп жібереміз. Y-де дәл солай табылады. Y-терді қосамыз. Үшке бөліп жібереміз. Координаталар табылды. Центрдің координаталары. Енді ара қашықтықты есептеу формуласын қолданып, ара қашықтық табады екенбіз. X бірден азайту қажет X-ті, Y бірден азайту қажет Y-ті. Мына квадрат тұра берсін, соңында түбірден соңында шығарып жібереміз. Қашықтықтар табылды, олардың минимумын табу қажет, ең жақын деп айтылады. D1, D2, D3. Print. Енді ең соңында түбірден шығарамыз деп айтып едік. Түбірден шығара саламыз. Тексеріп көрейік. Тағы координаталарында шығарым қажет еді. минус 266 359. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Тексеріп жатыр. Полное решение дейді. Мына есеп шықты. D есебін келесі сабақта шығарамыз. Сау болыңыздар.